Баршаңызға сәлем достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге осындай өзімнің күнделікті өмірде жасап жүрген жүмсақ күлше нанымның құрамымен бөлісетін боламын. Қараңыздар, қандай жұмсақ және үлпілдек болып шығады. Бұл нанды не только күнде қонақтың алдына әдемілеп қойсаңыздар болады, және бұл нанның рецептісімен булочкада басқа нәрселер жасай берсеңіздер болады. Қараңыздар, қандай әп-әдемі және пухлый болып піседі. Керек заттарды описаниеге қалдыратын боламын. Ең алдымен жылы суымызды, жылы сүтімізді және оның үстіне тұзымызды, ашытқымызды салып, қасықпен жақсылап бір араластырамыз. Одан кейін үстіне сұйық майымызды салатын боламыз және керегінше қант саламыз. Ендігі кезекте ұнымызды еліктен өткізіп отырып, осылайынан салып аламыз. Керегінше ұнымызды салып, бірінші қасықпен араластыратын боламыз. Қасықпен араластырып болғаннан кейін ұнымызды салып, тестіміз қоюланғаннан кейін қолымызбен жақсылап иін қандырып, қолымызға жабыспайтын тесті елейтін боламыз. Негізі күлше нан болмаса булочка істер алдында тестімізді 2-3 рет көтерілгеннен кейін қайтарып илеп қойып қойсаңыздар, сол кезде арасы әдемі болып, воздушный болып шығатын болады. Сол нәрсені есте сақтасаңыздар болады. Қараңыздар, біздің тестіміз осындай болып шықты. Қолға жабыспайтын әп-әдемі қамыр болып. Енді бетін жауып 1-1,5 сағатқа көтерілгенше қойып қоятын боламыз. Біздің тестіміз көтерілді. Қараңыздар, осылайынан алып, тағы да бір иін қандырып, қайтарып илеп аламыз. Мен бұл жерде өлшеп алдым. Әрқайсысын 120 граммнан өлшеп, яғни бәрін бірдей болып шығу үшін өлшеп алдым. Сіздерде өлшеп алсаңыздар болады. Менде 120 граммнан 8 штук, 100 граммнан 2 штук шықты, общий 10 штук. Одан кейін тапамызды майлап, осылайынан салатын боламыз. Шамалы арасын алшақ ұстаңыздар, өйткені біздің қамырымыз қазір көтеріліп бір-біріне жабысып қалуы мүмкін. Бетін пищевой пленкамен жауып, 10-15 минутқа қойып қоясыздар. Қамырларыңыз көтерілгеннен кейін орта жағын басып, яғни күлше нанның несін жасайтын боласыздар, формасын. Одан кейін вилканың көмегімен тағы да шамалы қадап жіберіңіздер, басып, өйткені қазір піскен кезде ортасы көтеріліп кетпес үшін. Егер сіздерде нандандай ұратын осы жасайтын болса, сондаймен жасасаңыздар да жақсы болады. Менде ондай жоқ, сол себепті вилканың көмегімен жасап шықтым. Одан кейін жұмыртқамызды алып, бетіне жағып шығатын боламыз. Егер жұмыртқа жоқ болса, сүтті жақсаңыздар да болады. Жұқалап сүт жағып шықсаңыздар болады. Бетіне дәміне қарай кунжутпен мен мак септім. Одан кейін қызып тұрған 180 градус пеште 20-25 минут көлемінде осылайынан қызартып пісіріп алдым. Қараңыздар, қандай керемет болып шықты. Магазиннен сатып алғанша осылайынан үйде жасап жесеңіздер болады. Мен 2 күнде бір рет үйде осылайынан жасап қоямын. Зато қолдың наны. Сіздерге менің рецептім ұнады деген үміттемін. Егер менің рецептім ұнаса, маған лайк, комментарий басып кетуді ұмытпаңыздар. Маған подписка жасап, колокольчикті басып қойыңыздар. Менің рецептім шыққан сайын сіздерге белгі барып тұратын болады. Баршаңызға ас болсын. Сіздермен болған Гүлзада.